Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге кез келген ИП немесе ТО, яғни заңды тұлғаның ОКЕТін қалай тексеруге болатындығын көрсеткім келеді. Ол үшін сіздерге ешқандай ЭЦП немесе компьютер қажет емес, тек қана иін немесе биін білсеңіздер жеткілікті. Ол үшін сіздер Google Chromeға кіресіздер немесе кез келген браузерге кіресіздер. Мына жерге поисқа OKET деп жазасыздар. Енді мына жерде ең бірінші тұрған stat.gov.kz сайтына кіресіздер. Поиск по OKET деп тұр, соны басасыздар. Енді мына жерде главное деген жанында юридические лица деп тұр. Соны басасыздар. Сәл астына қарай түсірсеңіздер, иін или биін деп тұр. Соған өздеріңіз иін немесе биіндеріңізді жазуға болады. Мысалы, осылай жаздық. Поиск дегенді басасыздар. Мінекей астына қарай түсірсеңіздер, иін, фамилия, имя, отчество, енді основной код OKET шығып тұр. Мысалы, бізде 47-191. Бұл бізде проще розничная торговля дегенді білдіреді. Мына жерде тіпті место нахождения ИП-да көрсетіледі, яғни Алматы қаласы Бостандық районы деген сияқты. Тіпті бұл жерде сіздер ИП-ның категориясында біле аласыздар. Мысалы, мына жерде малые предприятия, яғни шағын кәсіпкерлік дегенді білдіреді. Мінекей дәл осылай оп-оңай әдіспен сіздер кез келген адамның немесе заңды тұлғаның OKET-ін біле аласыздар. Банкке барсаңыздар, негізі банкте де сіздерде тура осылай тексереді. Ал енді видео ұнаса, пайдалы болса, лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз қалса комментарий қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.